Сәлем достар, менің каналыма тіркеліп, видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгін дәл осындай печенье дайындайтын боламын. Бізге ең алдымен жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаға қант қосып, оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық май қосып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Және оның үстіне жүгері крахмалын қосамын. Барлығы біркелкі араласып болғаннан кейін оған ұнды қосып, үстіне 1 шай қасықпен разрыхлитель соламында жұмсақ қылып қамыр илейтін боламын. Міне дәл осындай жұмсақ қамыр илеп аламын. Оны теңге 2-ге бөліп, біреуіне какао араластыратын боламын. Какао араластырып болғаннан кейін, какао араласқан және араласпаған қамырды 10-15 минутқа тындырып қоямын. Тынған қамырдың екеуін де дәл осылай ұзынша формаға келтіріп аламын. Енді осы екі ұзынша формадағы қамырларды бір-біріне қыса отырып жабыстырып, және үстінен оқтаумен жаятын боламын. Сіз өз қалағаныңызша қалыңдықта жайсаңыз болады. Мен дәл осындай 3-1 формаларға кесіп алдым. Сіз өз қалауыңызша басқа да формаларға кессеңіз болады. Барлығын кесіп болғаннан кейін пісіретін тапаға салып, оны қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Міне менің жүп-жұмсақ ауызда еритін печеньелерім дайын.